Енді мынау төрімізде осындай түлектерді екінші анасы ол, екінші әкесі болып жүрген сынып жетекшілерін осы сәтбайдан ортаға шақырғанды жөн көрдік. Сырттағы меймандар жалпыма той төріне келсін жерде шақырайық. Төрімізде ұлағатты ұстаздарымыз, жалпы сынып жетекшілерімізді біз осы ортаға шақырайық. А класының сынып жетекшісі бітірген ұлағатты ұстазы Мұталип Наурыз ағайымыз. Ә класының сынып жетекшісі Алданова Гүлмира апайымызды. Б класының сынып жетекшісі Нұрымбетов Дүйсенғали ағайымызды. Және алғашқы әліппені үйреткен алғашқы ұстаздары Мұтаева Ұлтгүл апайымыз, Оспанова Айнұр, Назарбекова Айнұр, Сұлтанова Сара, Молдабекова Росгүл, Әмірбекова Бақтыгүл апайларымызды біз тойға шақырайық. Жалпы сынып жетекшілер, ортамызда бір билеп бір шатталып келіңіздер. Берекелі болсын. Шабыны бір ұстазымызға. Ұстаздар қош келдіңіздер. Мерекелеріңіз құтты болсын олайғанса. Мен бұл ұстаздарды көріп, бүгін сіздерді 10 жылға қонақ болып келген қыздар алып ойлаппын негізі. Әлі жас ұстаздарымыз да, ағаларымыз да жас. Ал енді мынау ең алғашқы әліппеден бастауыштағы мұғалімдерден бастайық. Бар ма өз бастауыштағы сынып жетекшісі осы жерде? Кімнен бастаймыз? Үлкенімізден. Үлкен мен екем ғой. Ал құрметті ұстаздар, бірінші төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Екіншіден мынау жаңағы 90-шы жылдар дейміз ғой, ұлдарымыз, қыздарымыздың да мерекелері құтты болсын. Үлкен мерекелерін бас қосып отырсыңдар. Жаңағы алғашқы ұстаз деп жатыр ғой енді. Бұл жерде мынау айтарым келіндердің бағы бар екен. Міне осындай әдемі, осындай мейірімді, тәрбиелі жігіттер бастарына бақ болып қонып отыр. Келіндер, сендер құрмет, бұл жігіттер жұбайлары құрметке лайықты. Бұлар біз енді ұстаз, алғашқы ұстаз деп жатыр. Алғашқы ұстаздар біздер бұларды тек қана мейірімді және тәрбиелі, ұқыпты, зиялы азамат болсын деп оқыттық, тәрбиеледік. Біздер ұстаздардың міндеттері тек осыларды өте мейірімді, білімді етіп тәрбиелеу болды. Біздің мақсатымыз да сол. Біздер ұстаздар, біз үйдегі балаларымыз да бар, бірақ біз үйдегі балалардан осы оқушыларды, балаларымызды оқытамыз. Жаңағы бар мейірімізді де, шуағымызды төгетін осы балалар біздің бақыттымыз балалар. Негізінде біз сендер үшін бақыттымыз. Сендердің мерейлерің үшін біз өсеміз, өнеміз. Сендер әрқашанда мерейлерің үстем бол, бақтарың жана берсін, айларың оңынан туа берсін. Және де осында отырған барша жаңағы келіндерге де барлығыңа мерекелерің құтты болсын деймін. Бақытты болыңдар. Осындай 10 жыл болса, 20 жыл, 35 жыл, 40 жыл мерейтойларды тойлай беріңдер. Әрдайым айларың оңынан туып, жүздеріңмен күлкі кетпесін. Құрметті ұстаздар, шәкірттеріміз, үлкен бір қуанышты да, шаттықты да мерекелі куәсін отырмыз ғой. Кез келген адам баласы шыңдаған кезде ең бір сәтті естелігі болады өзі. Бірінші мектепте аттаған табалдырымыз болса, бастапқы табалдырымызда кейінгі 11 жылдық, 10 жылдық, 20 жылдық, 30 жылдық деген сияқты бұл естелік еш-ештен кетпейтін естеліктердің бірі есептеледі. Мен жаңағына қасындағы тұрған ұстаздарым жаңағы Ұлдықыл апай кетті ғой. Мен мына 90-шы жылдарға әліппені үйретпесем де, мен бұларға жаңағы Нұрайхан апайға қосыламын. Нұрайхан апай айтқан ғой, жаңа мен еңбек жолымды сол буфетті жаңа сіздер бастаған жылы бастаған деп. Мен мына 90-шы жылдарға мына еңбек жолымды, ұстаздық еңбек жолында сіздерден бастаған. Мынау
баламыз әйтеуір оқимыз жүреміз. Жүрген кезіміз оқып бітіргенбіз, бір-екі осы Амангелдіге келін болып түстік. Сол ойламаған жерден Ахмет ағайдың несімен, бұйрығымен 4-ші сыныпқа келіп түстім. Ол кезде 2 класс болатын тұғын. Сол 2 классты мен үшін 3-ші класс ашып берген болатын тұғын. Бірақ мен ойладым, бәрі қанша айтқанмен бірінші еңбегім ғой, алаңдайсың, қалай болады, қалай жұмыс астарады екен. Бірінші кез келген жұмыста әрбір өзінің әріптестері сын көзбен қарайды. Сонымен басқарып келе жатқан кезінде оқушыларым санаулы оқушы еді. Шын бір 18 болады ғой, несіндер кешіресіздер. Солардың ішінде менде 5-ақ қыз, қалған ұл бала болады. Ойлағам, бірақ шынында қарасам, менің сол еңбек жолындағы жаңағы көзге түскен осы балдар болатындығым. Өйткені бұлардың қатты тіл табыса біліп кеттім. Дәл осы кездегідей ұйымшылдығы дәл сол кездегідей болса керек деп ойлаймын. Сол осылар арқылы мен өзімнің еңбекті жолымды әріптестерім алдында көрсете білдім. Неден мен шынымен қатты қуаныштан болып тұрмын. 90 жылдардың жаңағы 10 жылдық болып жатқан деген. Бұл да мен негізінде 6-шы түлегімді шәкірттерім тәрбиелеп жатыр екен. Бұл менің бірінші түлектерім шәкірттерім сіздер боласыздар. Бұл да бір ұйымшылықтың белгісі болады. Оның да жаңағы кейде болмайды ғой. Кейде біреу бол істеп жатыр, біріне алмайды. Бұл да балдардың барлық апайлар мақтауларына мен келісемін. Ол мақтау тұратсыздар сіздер. Неден мына балдарымыз Абай атамыз айтқан екен. Әрбір адам өзінің орнын, кірпішін таптап бар қалан деп қарап тұрсам, нәбір қыздарымыз да, ұлдарымыз да мына өмірде өздеріңіз орындарыңыздың тапқандығы көрініп тұр. Бақтарыңыздың тапқандығы көрініп тұр. Әрқайсымыз әрбір перзенттің алды 2-3 перзенттің әкесі болып, анасы болып аяулы өмірде кешіп жатқандарыңыз көрініп тұр. Неден мына өмірдің барлық шәкірттер не дейді? Расында да ұстаз өз баласын ойламайды екен. Шыны керек, өз баласын ойламайды, өзінің алдындағы жаңа шәкірттерін ойлайды. Олар мысалы кәсіпкенде қарап тұрсаң, әрбір елестердің, әрбір көздермен көз алдында. Ол мінездердің, қылықтарын, әрекет істерін көз алдында тұрады. Ол естен кетпейді нәрсе. Ол шәкірттердің жаңағы дейді, әрбір өзінің ерекше орны олар. Мен айтпасам болмайды, мен толқып тұрмын, айтам бәрі. Өйткені мен қуанып тұрмын. Ол қуаныштың белгісі болады. Жаңа Ахмет ағай 2 сағат сөйлемейді. Жарайды, бұл бәрі әзіл болсын. Тек мына өмірде, сендердің өмірде орын тапқандарына мен қатты қуанып тұрмын. Құда қаласа, әрбір таңдарың нұрлы, шуақты, аттаған әрбір қадамдарың сәтті болсын, отбасыларында әрдайым бақытты, осы әрдайым Алла нұры бер шапағатында болыңдар. Адам Алланың ұстазын сыйласа, бұл Алланың сыйлаған болады дейді. Неден әрдайым Алланың назарында болыңдар. Шәкірттерім аман болыңдар. Мына ұстазың ше, тәрбиелеп отырған ұстаздары әрбір ата-ана баласын бәйге қойғызған кезде тақымын тартып отырады дейді. Сол сияқты мына шәкірттерім мен сенде естеймін, көріп отырамыз, біліп отырамыз. Кім қайда не істеп жатыр, пәленше. О, менің мынау оқушым, менің шәкіртім деп өзі қуанып, соған сырттай қуанып отырамыз. Неден әрдайым қуаныштымыз. Бақытты болыңдар. Сарадан кейін сөйлеудің қажеті жоқ. Құрметті менің де алғашқы шәкірттерім, бүгінгі 10 жылдық кездесуге шақырып отырғандарыңа көп рахмет. Мұндай жиынды өткізу өте қиын. Қыздарды сыйлап шақырып жатсыңдар. Не дейміз, дендерің сау болсын, осындай ауызбіршіліктерің жоғалмасын. Тек қана осындай жақсылықта жолы. Бізде осы сендердің тек жақсы жақтарын естіп отырса, мақтанып отырамыз, менің шәкіртім деп. Мына бойдақтар бір бастар 2 бола берсін, қыздарымыздың да жұмысы болып. Сол тойлардың куәсі бола берейік бәріміз. Сол үшін алып қойыңыздар. Кеш жарық Амангелді ауылының тұрғындары, яғни балдарымыз, оқушыларымыз, ұстаздар, бүгінгі тойымыздың
себепкері мынау 90-шы жылдардың 10 жылдық бас қосу кеші болып жатыр. Тойларың құтты болсын, тойларың тойға ұласын. Құда қаласа мына келін балдармен терең қартайып үбірлі шүбірлі болып, ұжымдықтарың, сыйластарың әрдайым арта берсін. Бүгінгі 90-шы жылғы түлектер, ұстаздар, мынау бүгінгі үлкен дүбірлі той болып жатыр ғой. Бұл да жаңағы біздің барлық ұстаздарымыздың өздерінің ішкі сырларын ақтарып жатыр. Осы ұстаздарымыздың біздің берген тәрбиеміздің нәтижесі сіздердің ауызбіршіліктеріңізден көрініп тұр. Сіздерге көп-көп рахмет. Келіндерге де, қыздарға да, күйеу балдарға да. Әрдайым осылай бастарың, жұптарың жазылмай, 20 жылдық, 30 жылдық қылып тойлап, жастарың ұлғая берсін, біз аяқ сүйенгенше бара берейік, Құда қаласа. Келіңіз. Қыздың жолы жіңішке келеді ғой. Жоқ, сөйлеме. Көпшілік қауым, бүгінгі күннің себепкерлері 90-шы жылғы ұл-қыздарымыз өзіміздің. Бір бастарың екеу болып, көбейіп атсындар, екеулерің үшеу болып, одан да көп. Не дейміз, бүгінгі кештерің құтты болсын, әрдайым осындай жақсы күнде кездесіңдер. Біздің бірінші келе салып жаңағы аңғарғанымыз, әркім өз сыныбын түгелдеген шығар деп ойлаймын. Жарқынбекті көрмедім, жоқ дедім. Қыздардың енді ішінен тек Бақытжамалды көрдім өзім сыныбымнан. Басқа қыздар жоқ енді, олар түсінуге болады. Не дейміз? Әрқашанда осындай жүздерінен күлкі кетпесін, сіз біздерің ажырамасын, тек жақсылық тойда кездесіңдер, өз-өздеріңе көбейе беріңдер. Мынау семьяларың, ұл-қыздарыңды өсіріп, осы үлкен ұлағатты ұстаздардай жаңада өз жолдарыңды тауа беріңдер. Әрқашанда ақ жол тілейміз. Не дейміз басқа? Үйленбегендер үйленсін, жігіттеріміз. Барлығымыздың семьяларымызда бақыт тілеймін. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Кешті құрметті ұстаздар және мұны оқушылары менің бүгінгі 10 жылдық кездесулер құтты болсын. Мынау 10 жылдық кездесу деген енді әрине жаңа біраздар бойдақ, біраздар тұрмыс құрған деп жатыр ғой енді. Жаңағы себептермен қатысамай жатқан оқушыларды көріп отырмыз. Айгерім қатысамай жатыр, байқап отырмыз бұл жерде. Шынарды айтып жатыр. Жаңа кім бар? Жанна классы түгел бардым. Кім? Төлемейсова деген сияқты. Көп қой, бұл 3 класстың ешқайсысын бөлмеймін. Өте ризамын, өте мынау үшеуміз болдық қой енді. Өте тәрбиелі, жаңа бастауыштар мақтанып жатыр ғой, біз бүйтіп үйреттік деп. Одан ары қарап, ол жоғарғы сыныпты бізге тапсырғаннан кейін ол оңай емес. Олар жыл сайын олар өсіп отырады, олардың мінезі өсіп отырады. Әртүрлі жаңа қылықтар шығарады, оның бәрімен алысу деген оңай емес қой енді. Сол үшін енді біздің де еңбек бар енді. 11-ші сыныпқа дейін апарып, Құда қаласа мынау үлкен жаңа қоштасу кезінде де ақ жол тілеп шығарып салғанымен мінекей 10 жыл өтіп қалыпты енді. Әзір енді әрқайсысы өтеді, азамат болдыңдар өтеді. Балалы шағалы болдыңдар, Құда қаласа бұл жалғаса берсін, жалғасын дауа берсін. 20 жылдық кездесуде де, 30 жылдық кездесуде де бастарын түгел қосылып өтеді, осылай жүре беріңдер. Енді айтатын әңгіме көп еді, біраздан айтатын отырып қалдым. Созбай қойып бірақ. Иә, мынау сол енді құтты болсын. Біраз әңгіме. Ассалаумағалейкум көпшілік. Құда қаласа мынау жүзде ағайларымыз жатыр, апайларымыз жатыр, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мен осы мектеп Амангелді мектебіне ауысып келдім. Алдында Түркістан мектебінде 1 жыл сабақ бердім да. Соны ауысып келгенім 4-ші сынып еді бұлар. Келген кезде Ахмет ағаймен кім екеуі Алтынай апай тәрбие завуштағым. Сол екеуі 4-ші класс кезде кіргізді. Сол кезде кішкентай балдар еді. Көз алдымызда батырлар, өшеде бәрі отырған. Соларды көрген кезде кішкентай балдар барлығы көз алдымызда.
келіп өсіп құдайға шүкір барлығы үйленіп бала шағалы болып сол 7 жыл тек қана өзіміздің класты ғана көрдік. Сол қанша сыныптардың ішінде осы үшеуміз бірге жүрдік. Жаңағы қыздарымыз сәл не болып жатса Гүлмира апайды жіберетін тұғымыз. Сен өзің тәрбиелеп берді. Ал балаларды өзіміз тәрбиелейтін тұғымыз. Құдайға шүкір міне барлығы білектің күшімен ол кезде енді қазіргі балалар сияқты емес, ішіндегі өзіміз дегендерден бастайтын жақсы, құдайға шүкір. Міне барлығы ер азамат болды. Әйтеуір халықтың қалауыменен бәрінің келін алып, құдайға шүкір, құдай қаласа. Тек бақыт тілеймін сендерге. Бақытты болыңдар. Өздеріңді шағып алғаннан кейін тағы да бір классы шағып салған мен, соны айтып кетейін да. Одан кейін жарты жылда бір класстар беріп жатыр, енді оған үйрене алмай жатырмын. Но балаларды кішкенайынан тәрбиелемесе қиындау болады деген есейіп қалғаннан кейін да. Өздерінен кейін тағы бір класс шығардым мен, соны айтып кетейін деп одан кейін қойдық қой. Олшымнан да таяқ жегендер десеңші. Таяқ жегендер жаман болмайды. Бұлардың бәрі білектің күшімен өскен жігіттер ғой. Әзір ондай заман жоқ әзір. Қазір қиын ғой қазір. Сөйлесем жаңа абай айтпақшы құлай береді дейді ғой негізі. Енді құтты болсын деген сіздердің тілектеріңіз қабыл болсын. Шәкірт тәрбиеледің дегенменен сонда да жалықпаңыздар. Міне әуелі Алла, кейінгі сіздер болып тұрсаңыз осындай білім бергендеріңіз арасында ғой баршасы бір үлкен азамат болып, азаматшы болып жатыр. Ал енді бәрін сізден сұрайын десем үш ай сайын деп тұрған жоқсыздар. Бәрі мектеп кезде өз қызық кездер болады, біреуі бұзық болады, біреуі ақылды болады, біреуі шамалы сабаққа келмейтін біреулер болады. Ондай жайтты бір ескеріп отырса жақсы еді. Қазір еске түскен кездеріңізде бір айтып кетіңіздер, қайдар уақыттарда ма сағат 3-3:00-ге тамақ келген кезде. Енді сіздерге деген біздің сыйлықтарымыз бар еді. Бар ма? Айтып жаңа күй өлгізбеймін қазір. Сол сыйлықтарымыздарға табыстайық. Ансамбль әуелетіп шабылау ұстаздарымызға. Мына ұстаздарға алды. Джони бір жанды дауыста өлең қояды. Бұла кісілерді бір естіріңіз сұраса, билеңіздер, ұстаздар орныңызға. Өдірі! Шаппады!
Енді қанша күтем сені аяулым, күте бере ауырып кетті аяғым. 6 жарым, 7 жарым, 8 жарым, 9 жарым, уақыт жоқ. Ары күтем бері күтем бері хабар жоқ. 6 жарым, 7 жарым, 8 жарым, 9 жарым, уақыт жоқ. Ары күтем бері күтем бері хабар жоқ. Мынау біздің керемет сыйлықтар бар еді. Қазір біз ойын ойнаймыз. Бірақ бұл ойынды жанымызда тұрып ойнаймыз. Қазір қазақтың әндерін теріс қаратып қоямыз сіздерге. Тапқан адамға керемет сыйлық сияпаттарымыз бар. Мынау дамның қарсаңында біз сөйтіп жайында тұрып ойынды немізді шешіп қабылдадық. Бұл сыйлық кімге бұйырады деген ойын. Өлең терісіне қояды оғатсызды. Сіздер де жасап қатысыңыздар, керемет сыйлықтарымыз бар. Өлең терісіне қойылады. Кім айтады, қандай өлеңнен табуымыз керек. Ал, кеттік, бірінші өлең. Тоқтайды, қандай? Мұзат өз елім менің дейді. Қазір бір сыйлық қана жерден алып қойсам ма? Қазір сіздерге сыйлық беремін. Ал, кет, екіншісін. Ұстаздар қауға ма? Кім біледі? Еркін Нұржан, қандай өлең? Әлдің тағдырында дейді. Мен өмір майясы дейді. Тағы бір рет көрші. Еркін Нұржан сүгірдің бермесі дейді. Сүгірай. Ауылғада сүгірау келді. Ал, одан кейгіздің шер ансамбль. Охо, давай. Қызыл өрік дейді. Қыздар қауға. Ал, одан кейгіздің жіберіңіздер. Осы сатмаларына сүйіп береміз. Білеміз ба? Жігіттер бар деді. Молодец! Дұрыс емес. Білеміз ба? Қайталап қойсын ба? Қайталап қойыңыз. Білеміз, апайымыз көтерді. Қандай өлең? Дұрыс емес екен.
Өзіміз қылғысылай, бұл ойлы. Ал, әрмен қарайын. Анау ақтамақ дейді, көк жөдел дейді. Негіз көп тауып қазір алда келатсыздар. Енді соңғы екі өлең ойыңыз қиын мейіндау, содан кейін әрмен қарай басқа жалғастырамыз. Міне қол көтерді. Қандай дейді? Бария шип-шип дейді. Таға екі стол жақсы кетіп отыр. Тапқандарға беріңіз, тапқан командаға. Ал! Кеттім! Білеміз ба? Әр түрлі өлең. Басынан орысша өлең ұстаздарымыз біліп отыр. Понимаю, не понимаю. Білеміз ба? Наталья айтады. О, боже, какой боже. Енді білемін, мынау соңғы біздің ұстаздарға қарай не алады? Сіздер айтпай тұрыңыздар. Ұстаздардың кезіндегі Аңмаржан дейді. Мынау жоқ дейсіз. Подарка қайда, подарка? Аңмаржан деп таптан апайымызға бір сыйлық. Апайымызға кукла. Енді астыға бейдіңіз сол. Мағына кептеріңіз мына жерге қойып қойыңыз оны. Енді біз былай қылайық, ұстаздар қауымнан. Ұстаздардың бір кісі билеп келсе ол біз подарка беріп жүреміз. Подарка көп та таусылмай жатырмыз. Мына өзі бастауыш класстан бір кісі келсін, бір апайымыз. Бастауыштағы сынып жетекшіміз біріміз билеп келсе ол біз подарка береміз. Бастауыштағы ана шабалға келіңіз. Оқымай, шапал оқып қойыңыздар апайымызға. Міне өздікті келеді. Енді бітірген сынды жетшілердің бір кісі кездің жеді. Апайымыз бітіресі апайларымыздар. Такси жіберіп көріп кеседі. Оңшын алдынан шықты. Апай келіңіз. Бізде любой магазин аштық та бірінші кезде арзандау сатып акция қыламыз ғой жаңа. Біраз жаңалық болу үшін үндемей беріп жере саламыз. Енді қазір апай біз былай қыламыз. Біз сұрақ қойып жібереміз, тапсаңыз сыйлық береміз. Оңайынан қойын ба, қиыннан қойын ба? Маған бәрін десеңші. Онда сізге сұрақ. Ешкінің подружкасы кім? Өзің текесі. Ешкінің подружкасы кім болады? Қой шығар, қошқар. Абайды жіберді, қойма қошқарма деп. Білеміз ба? Ешкінің подружкасы тоқал ешкен кім. Мына сізге. Қошқармен қойыңыздар. Ал енді біз былай қойып, мына жақта қыздардан келсінші қыздардан. Оны түлекте қыздардан бірігесін. Қыздардан. Шабалар
Sen burada en şahsarım oldum. Bir seni oylap asarım oldum. Sen burada en şahsarım oldum. Yüreğimde bas, bir bas, yüreğimde bas. Direksen aytmasam, gönül açım. Oy, nasar. Onca bir qadırmadınız. Sizге сұрақ, күйеуіңіздің аты кім? Білмеймін деп айтты. Жан-жарыңыздың аты қашан? Өмірзақ. Молодец, дұрыс. Өмірзақ екенсің. Осы оңай сұрақ. Рахмет, жайғасайын. Енді біз былай қылайық. Жалпы осы жерде қызмет етіп жүрген келіндердің арасынан біреу келсінші. Келіндердің арасынан. Жалпы келіндер. Сізге де бір сұрақ қойып жібере салайын. Сізге сұрақ, оңайлау сұрақ. Тауықта не болмайды? Тауықта ми болмайды ғой? Тауықта ми болмайды. Тауықтай миың жоқ сенің де болса деді ғой баяғыда. Білесіз ба? Тауықта махаббат болмайды екен. Любой қораз келе береді деп болмайды. Енді ең күшті сыйлық, ешкімде жоқ сыйлық. Сізге ше пакет мынау. Ананың бәрі қайтар кезде пакет таба алмай жүрсін, сізде пакет бар. Алға салмасаңыз. Бәрі қошемет қойыңыздар сіздерге. Мына мен кет қалмай тұрып қалып қойыңыздар мынасы. Енді мына ортамызда біздің бір-екі қонақтарымыз бар екенбіз. Сол қонақтардың алдында біз жаңада бір тамақтың арсаңы болып жатыр ғой, бір әнімізді жолдаймыз. Сол әннен кейін мына жеңгелер жаңылдеген нәрсені дайындап қойсын, күйеу отырған деген. Содан кейін өз арнайы біз керемет салт дәстүрді дәріптейтін боламыз. Біз оған дейін сіздердің құрметтеріңізге бір байлыс берішісінде болады. Керемет нәрсе бәрімізді сол шашегіміз арнап берейік, қабыл алыңыздар. Ауыздарыңыз әмде құлақтарыңыз әнде болсын ағайындар.
сіздерді жақсы бір би алаңына шалдық. Нұрбол келе қойыңыз. Құдай енді жеңгелер дайындалып отырсын. Бір жақсы көңіл көтерейік. Бүгін ешкімде қайды болмайды. Таңға шейін той. Өздеріңіздері тамақты қайтарылыңыз. Әлемді тойымыз бір сәніміз болмай, жасымыз ұлағатты ұстаздарымыз бүгін осы қуанып, қуанышымызға ортақ болып келіп отырғаннан кейін бұл кісілерді бір шамалы жұмысты бір естен шығардық, бүгін қуаныш екенін білдірдік, жақсы бір көтеріңкі күй сыйлап, би алаңына шығайық сіздермен бірге. Ал ортамызда биге, көтеріңкі күйге біздің бір дауыс өңдеу бөлімінің керемет қызметкері Нұрбол мырза баршаңызды би алаңына шығарып Kani benim şalvarları değil. Қыздар бар ма еді осымен, осымызға? Бақытжан малдар ма? Ол кісілер болса сыртқа шақырса жақсы olur негізі. Нұртас Бақытжан малдар шамасы. Ол кісілер келіп негізі біз айтып едік. Қыздардан бастаймыз ба не? Жігіттерден ба? Қыздардан бастайық. Қайырлы кеш, құрметті ұстаздар және де сыныптастар. Бүгінгі 10 жылдық кездесумен құттықтаймын сіздерді. Осындай кеш ұйымдастырғандарың үшін алғысым шексіз сендерге. Деніміз сау болсын, басымыз аман болсын, барлығымыз бақытты болайық.
қайырлы кеш, құрметті ұстаздар мен сыныптастар. Аны міне дегенше 10 жыл өтіпті. Ұшқанда, ұяда не көрсең ұшқанда соны берсін дейді. Біз ұстаздарымыздан жақсы нәрсені үйрендік. Сол жақсы нәрсені өз ұямызға алып кетіп жатырық. Яғни біз өзіміз мұғалім болғандықтан өз шәкірттерімізге де тәрбиелеп жатырық. Тек сіздердің арқаңыздан соның арқасында шәкірттерімізді биіктерден көрсетіп жатырмыз. Ал сыныптастар, көріскеніме қуаныштымын. Сендермен өздерінде өмір жастарың ұзақ болсын. Жұбайларымен бір жастықта бас қосып қартайыңдар. Ойнап күліп жүре берейік. Не дейміз, құрметті ұстаздар, құрметті сыныптастарым, бүгінгі 10 жылдық кездесуіміз барлығымызға құтты бола берсін. Ұстаздар, сіздерге алғысым шексіз. Барлығымыз осы бір-бір орынды иеленіп, бір-бір отбасының анасы болып отырмыз, балаларымыз әкелері болып отыр. Сол ұстаздарымыздың арқасында мына оқу білімін бітіріп, аяқтап, өз орнымызды таптық деп ойлаймыз. Мына отырысты ұйымдастырған жігіттерімізге, барлық нәрсені пісіріп, өздері атсалысқан келін дейміз бе, құрдас дейміз бе, құрдастарға көп-көп рахмет. Ең алғаш еліміз тыныш болсын. Өсіріп отырған ұл-қыздарымыз аман болсын. Деніміз сау бол, әрдайым осындай кездесіп, бір-бірімізді көргенімізде сәлеміміз түзу болсын. Сол мына отырыс жақсы аяқталсын, Құдай қаласын. Құрметті ұстаздар, сыныптастар, бүгінгі 10 жылдық мерекеміз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Мына ұстаздарға мың алғыс, біздің естіп жүргеніміз осы ұстаздардың арқасы. Мына бүгінгі ұйымдастырып атқан сыныптастар мен құрдастарға рахметімді айтамын. Дендеріңіз сау болсын, осындай жақсылықта тек ойнап күліп бас қосып жүре берейік. Құрметті ұстаздар, келгендеріңізге рахмет. Жігіттер, осындай 10 жылдықты ұйымдастырғандарына рахмет. Мына жерде көптен бері көрмеген сыныптастарым, мұғалімдерім бар, апайларымызға үлкен рахмет, осындай дәрежеге жеткізіп, тәрбие берген. Өйдеймін, қобалжып ештеңе. Барлығымыз деніміз сау болсын, дені сау болса бәрі болады деді ғой. Жігіттер, бажалардан біріп сөйлесін, бажалардан. Келіңіз, бажалардан біріп сөйлейік. Құрметті апайлар мен 10 жылдық жігіттер құттықтаймын. Құдай қаласа болса, Амангелді мектебінің мұғалімдеріне рахмет, осындай қыз шығарып бізге тапсырғандар үшін. Осы қыздарымыз алақанда ұстап жүреміз. Өйстіп бәріміз бақытты болып, өмір сүреміз осыны апайыз. Өзі бұл мектептен қызын алақанға ұстамаса да болмайды екенбіз. Қиямет қылады деген болмаса өзі. Баяғыда бір жаңа жігіт тойында болғанға сөйтсе жаңа тойып жатса бір нүктеге қадалып қалған, ол айтты мен келіншегімді былай ұстайын деп қойған. Өлілген жүйесін ұстайын деген екен келіншегін. Бірақ арадан 3-4 жыл өткен кезде жаңа қол талып туған жайлап түсіпті да. 2-3 бала шаға туғаннан кейін бір есінің алдынан су шашайып жүрген бірден көресің дейді ғой негізі. Амангелді қыздар өте батыр болады екен. Әрі одан қалса жайлы мына жігіттердің шаштарының біреуіне ақ түспеген екен ғой. Сіздер де бақытты шығарсыздар. Енді біздің мынау қыздар қауымы, сіздер бір сәтке отыра тұрыңыздар. Қыздар қауымы. Мына мен күйеу балдарды алып болайын қазір. Осылай қуанышта келген мына жұбайларын ертілген осылай күйеу балдарға да мың алғыс айтайықшы ағайындар. Осы күнге шақырылмай біреулер ол үшін келмейді, біреулер жібермейді. Бүгін міне осылардың мерекесі ғой деп елеп ескеріп, осы қуанышымызға ортақ болып келіп отқан сіздерге де мың алғыс. Ал енді мына ұлағатты ұстаздарымыздың баршасы біледі, қазақтар өз күйеуге төс қою деген салт бар. Білесіздер ме апайлар? Сол төсті қояйын деп тұрмыз ғой қазір мына кісілерге.
Бүгін менің ісім осылармен болсын деп дайындап қойған негіз. Енді мына жеңгелерім айтты менің жаңағы жеңгелерім. Жеңгелерім шақырайын. Бұлардың төсінің ішінде қалмаса қазы қарда бәрі жоқ. Анау бірден дайындап тұр, қолын қалтасына салып. Бірінші мына жеңгелер айлап ауыз тигіздер еді төске. Жалғыз шабыландыр екен оларымызда. Салтыма төске ризасыздар ма? Бір күйе болдар мәмдеген бір шабыт алып қойыңыздар ма сіздерге? Енді мұны сәл ар жағыңыздар енді жеңгелеріміз. Күйе болдар алдына тұрып қойып тұр, не бар, сәл ар тұрсаң? Тағы сатқыланма деп тұрды енді бұл біздің негіз. Біз сол ала берсек дейміз, бұлар бере бермей күт қойсақ екен ғой деп тұр ғой енді бұлар енді. Мына төрт күйе бола деп ойлаңыздар сіздер. Осы төртеу. Жаңа есімдеңіз кім еді? Нұрлан. Нұрлан. Өмірзақ. Бекболат. Нұржан. Мына төрт күйеу бала квартет бұл сіздер енді жерде. Қазір осыңыз арнайы ойын ұтамыз. Біз келіндер төс қойғаннан кейін міндетті түрде сәлем салу керек. Ондай да салт бар білесіздер. Сол сәлем салдырады. Ұлағат ұстаздарымыздың көбі бұлардың беташарына бара алмаған жастар негіз көбіміз. Дұрыс па? Мына жерден бүкіл осы 90-ның келіншектердің бәрі ортаға келсін. 90-шы жылды болған жігіттердің келіншектердің бәрі келіп, күйеу балдар бір сәтке сіздер жайғастырыңыздар. Күйеу балдар рахмет айтып шапалағын қойыңыздар. Жақындап тұрыңыздар бір-бірлеріңізге. Қазір сәлем саған оңай болсын дейміз. Сен мынау батыр нағып тұрсың, ортаға келіп бейтен жерде. Мынау бір стол әкеліңіз. Столда әкеліп қойыңыздар. Сөйтіп анады тарелік ба табаққа көріп қойсаңыздар, беташар олайын деп тұрғандар. Қиямет енді болады екен. Бұл әлі салт дәстүр оларға сөздер. Әрбір ойын есебінде деп қабыл аласыздар. Әлі сәлемін қабылыңыздар. Ел бұл бір пайда келдік олай нәрсекеті бұл бәрі өздерінен алады. Мұна ашада бір кішкене бір ойын болып, осыларына кейіндеріміз сәлемін салыңыз айтып деп жатырмыз. Мұна беташар көріп қалған бәле қапты. Нанына дейін әкеп жатыр ойыннан. Ақ орамал жоқ па еді? Енді кейіндер жақсып сәлем саламыз. Бір қатарға тұрыңыздар, бір сызға. Сыртта қонақтарымызға келді, бәрі жайғасып көрсін. Ал беташар басталдар енді. Тойын болсын, шабалаған болыңыздар. Ой, байма. Мана дәулеуін салайық деп жүрайында өзінің пайдасы. Болмаса да сырттағы олжылықтарды бәрін шақырттар. Айтып болайын. Жүрмәң. Мен танаресін бәйлеу? Мен танаресін ба? Кеттік. Ағайын, бір кәдеңе ұшарайын. Бетін ашып келіннің көрімдеген ағайын. Бетіңді келінер ашқаным, жаңа жұтқай қосқаным. Жас үрекен ау сыйлап жүр, құрмет қалып жасқаным-ай. Әр уақта ізет қыл, аптасында айында. Келін сәйін салды деп, бір алау жасыр жайында. Осы ойға арманда, бұл өсірім жетпеген. Өмірді өткен марғындар, топырақ әлі кетпеген-ай. Деп міне, осы тойымызда көре алмай кеткен өздеріңіздің құрдастарыңыз өмірді өткен Мұхтар бауырлар Мұхтардың бағыл мұрттағы құрметіне иіліп жұрт сәлем салып қойды. Бір ұрма жоқтан болар, қошеметтеп қойыңыздар.